Білсем, мені кіргізбейді. Мен өте бір үлкен қысымның астына түстім. Кеткен жерім осы шығар, мен IELTS тапсыра алмаймын деп ойладым. Reading негізі өте оңай, тек қана бір қысымда отырған кезде, бірінші рет тапсырған кезде, лайфхактарды білмегеннен кейін болуы мүмкін. Hello everyone, how are you doing? Бүгінгі видеода мен сіздермен IELTS-ті қалай тапсырғаныммен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Жеті ай ағылшын тілін оққаннан кейін менің ағылшын деңгейімді тексеру мен үшін өте маңызды болды. Яғни оны дәлелдейтін белгілі бір сертификат керек болды. Және де барлығымызға белгілі IELTS экзаменін мен де естідім. Және де әрине басында оны тапсыру мүмкін емес секілді көрінді. Себебі көп адамдар маған оны тапсыру үшін керемет тәжірибе керек, практика керек деген сияқты мені неше түрлі сөздермен қорқытқан болатын. Бірақ мен тәуекелге барып, оны тапсыруға бел будым. Уақыт өте келе мен ең бірінші іс-әрекет, яғни жасау керек нәрсе ол booking, я білесіздер. Әрбір нәрсені бастаған кезде оған алдын ала бронь жасайсыздар. Мен British Council'дың ресми сайтына кірдім және сол жерде 16 январға booking жасаған болатынмын. Әрине басында жасау барысында өте қорықтым, себебі барлық нәрсе сізге бір қысым береді. Уақыттың өзі тек қана 1 сағат уақыт беріледі сізге барлық документіңізді енгізу үшін. Ал менің ол нәрседен шынымды айтсам ешқандай да хабарым жоқ. Барлығын сол яғни процесс барысында жасадым. Мамамен бірге жасап, документтерді сканерлеп, дәл сол уақытта барлығын жасадық. Әрине ол өте бір үлкен қысым береді, себебі бірінші сәттен бастап оның қаншалықты маңызды екендігін түсіне бастайсыз. Уақыт өтті, 1 айдан кейін менің тапсыратын күнім келді. Таңертең оянып, жалпы IELTS-тардың барлығы сағат 1-де басталады. Таңертең оянып, IELTS-қа дайындалып, енді шын мәнінде түсінбедім. Мен не тапсырайын деп жатырмын? Шынымен де мен IELTS тапсыруға бара жатырмын ба деген сияқты сұрақтар мені мазалады. Одан кейін IELTS-қа бара жатқан кезде мен таксиде кетіп бара жатырмын және де YouTube-ға кірдім. Бір YouTube-та канал болатын IELTS Advantage деген. Сол жерде қарап отырып IELTS Task 1 Table деген түрі болды. Ал мен оған дайындалмағанмын және де ойладым, қанеки көре салайын деп. Және бара жатқан кезде біз нархозға келіп қалдық. Мен 20 минуттық видеоның тек қана 9 минутын көрдім. Және де ойладым, ой қойш, маған бәрібір де келмейді ғой деген сияқты қоя салдым. Одан кейін нархозға келдік, ол кезде нархозда тапсыратын. Барлығы бір қысымның астында, себебі адамдар көп, барлығы уайымдап жатыр. Ол жерде шамамен 2-3 аудитория, және де бір аудиторияда шамамен 60 адам отырады. Адам саны өте көп. Қысым, барлығы саған қарсы секілді, сені қазір барлығы құлататын секілді көрінді. Одан кейін біз бір аудиторияға кіргізді, барлығымызды үлкен бір аудиторияға. Ол жерде барлық заттарымызды қалдырып кетуімізді өтінді. Заттарымыздың барлығын қалдырдық және де 2-ші қабатқа көтерілдік. Ол жерде бізде экзамен тапсырады екен. 2-ші қабатқа көтерілдік және де біз яғни өте қатаң бақылаудан өттік, себебі бұл жерде тіпті металлоискатель иттермен тексереді екен, саусақтың іздерін қарайды, суретіңді тексереді деген сияқты өте қатал бақылаудан өтесіз. Сол кезде мен барлық бақылаудан өтіп аудиторияға кірдім, өзім тапсыратын жеріме. Сөйтсем очкимді тастап кетіппін, негізі мен очкисіз көзім көрмейді. Содан кейін ойлап қоямын, қазір қалай шығамын, мен қалай ол нәрсені сұраймын, бірінші этажға қалай түсемін деген сияқты. Содан бірінші этажға түстім, сұранып қайтып келсем, мені кіргізбейді. Сіз деген бір нәрсе жасап келдіңіз, немесе очкеңізге бір нәрсе жабыстырып келдіңіз, күдіктісіз деген сияқты уайымдадым, себебі мен ондай ешқандай бір арам ойым болған жоқ. Содан кейін мені бір шамамен 5-10 минут тексерді, кіргізген жоқ, очкемді былай қарады. Одан кейін мен кіргізді. Әрине осы жағдайдан кейін мен өте бір үлкен қысымның астына түстім, себебі маған уже бір жаман көзқараспен қарап қалған сияқты болды адамдар. Одан кейін аудиторияға кірдік. Есімде бір қызықты жағдай. Бұрында IELTS тапсырмастан бұрын әрдайым ойлайтын, ай шіркін, ең артына отырмасам екен деп. Себебі бір жаманы аудио тыңдаған кезде ең артына отырсаң дауыс естілмей қалады ғой. Сосын кірсем, әр столдың шеттерінде паспорты және де коды барлық жазылып тұрады, аты, фамилиясы. Содан кірдім, қарап жүрмін өзімдікін. Ең соңғы парта. 60-шы болып отырмын ғой деймін. Сол кезде бір түрлі болып қалдым, себебі ең соңындамын. Біріншіден, екіншісі қазір тыңдалымды ести алмай қалсам не болады деген сияқты сұрақтар мазалады. Одан кейін
бізде басталды сынақ, барлықтарымыз тағы бір тексеріп шықты. Одан кейін бізге бір инструкциялар береді әрине. Please use only pens деген сияқты, яғни бұл жерде басында listening пен reading-ға бізде тек қана pencils деп айтты. Use only pencils, тек қана қарандаш қолданыңыздар деп. Ал бізде writing-де, яғни қалам қолдануға болады деді. Мен ол кезде pencil деген ұмытып қалғам ғой. Use only pencils десе, pencil деген не деп қоямын. Қалам ба, қарандаш па түсінбей отырмын да. Содан ойлап қойым, қайсысын қолданам деп. Сосын елдің бәрі қарандаш алып қолданасын, қой қарандаш алайын деп. Одан кейін басталды сынақ, бізге listening басталды, және де бір қызықтысы өте қатал тұрғыда өтеді. Яғни ол жерде stop деген кезде бір нүкте қойсаң, сенің қағазыңды алып кетеді. Сол жағы бір өкінішті. Listening басталды. Listening басталған кезде негізі әдетте барлығына наушник береді екен, бірақ та сол кезде бізде дұрыс связь болмай қалды, яғни сигнал болмады. Сол үшін наушниктардың барлығын өшіріп, кәдімгі үлкен бір магнитофоннан қосқан болатын. Шынымды айтсам, ол өте қиын болды. Себебі мен 60-шы болып отырмын, аудиторияның ана басында отырмын, және де дауыс мүлдем маған естілген жоқ. Одан кейін өте нашар дауыс естілді. Мен енді ойладым, біткен жерім осы шығар, мен IELTS тапсыра алмаймын деп ойладым. Бір депрессияға кіріп бастадым, бірақ та яғни ғажап десем бе қалай, IELTS listening-тен ең соңында мен 7,5 жинадым, яғни 40 сұрақтың жалпы 35-не ма шамамен сондай жауап бердім. Мен үшін өте бір үлкен жеңіс болды, себебі өзімді жеңдім, өз ойларымды жеңдім. Әрине ондай сәтке түскен кезде әрине ең бірінші ой мазалайды адамды, мен тапсыра алмаймын деген сияқты ой болды. Ал бірақ мен сол ойды жеңе алдым, және де қанша жерден қиналсам да, мен ол жерден өте жоғары балл жинап шыққан болатынмын. Ары қарай екінші бөлімі басталды. Reading негізі өте оңай, тек қана бір қысымда отырған кезде, бірінші рет тапсырған кезде адамдар өте көп қателеседі, және де лайфхактарды білмегеннен кейін болуы мүмкін. Reading өте спокойный тұрғыда өтті, сабырлы, ешкім мешать еткен жоқ, онда бір қатал нелер болған жоқ. Тек қана уақыттың жетіспеушілігі, үш үлкен мәтін, және де берілетін небәрі 60 минут. Сіз ол үш мәтінді оқуыңыз керек, 40 сұраққа жауап беруіңіз керек, және де оның барлығын жауап парағына аударуыңыз қажет. Өте қиын болды. Ары қарай бізде соңғы бөлім ол writing. Яғни барлық ойлайды ғой, writing қиын, writingті тапсыру мүмкін емес деген сияқты. Әрине ол жағы шын, себебі тіптен носительдердің өзі сол тілде сөйлейтін адамдардың өзіне writing жазу өте қиын. Жалпы writing бізде екі бөлімнен тұрады, task 1 және task 2. Екеуінде сіз, яғни екі эссенте 60 минуттың ішінде жазуыңыз қажет. Бірінші эссе бізде 150 сөзден аз болмау қажет, ал екіншісі 250 сөзден аз болмау қажет. Түсінемін, яғни екі эссе бұндай көлемді, ауқымды эссені жазу өте қиын. Себебі біріншіден сіз уайымдайсыз, жаза аламын ба, жаза алмаймын ба деген секілді. Екіншіден өте көп уақыт алады, және 60 минутқа сыю ол өте қиын нәрсе. Жалпы бізде әрбір эссе түрінің өздерінің жалпы бөлімге 5-6 түрі бар, және де қайсысы келетіні білмейсіз. Бір қызық нәрсе, сол жерде отырсам, task 1-да маған дәл сол тейбл келді. Мен таксиде отырып, көріп келе жатып, до конца көрмеген тейбл маған келді. Уайымдадым, не жазамын, мен деген бұны білмеймін ғой, не жазатынымды түсініп отырған жоқпын, тақырыпты да түсінбеймін, task 1, яғни тейблда не жазу керек деген сияқты мүлдем хабарым жоқ. Одан кейін отырында тәуекелге бел болып, не жазсам да әйтеуір бір эссе жазайын деп 172 сөзден тұратын бір көлемді эссе жаздым. Шыны керек көңілім толған жоқ, себебі мен ештеңе білген жоқпын ол кезде, яғни жалпы тейблдің не екендігі жайлы білген жоқпын. Бірақ жазып шықтым. Ары қарай task 1-ға көштім. Task 1 бізде қиынырақ болды, ол бізде direct question essay, яғни эссенің түрі оңай, бірақ тақырып қиын болды. Олимпийские игры. Шын мәнінде айтсам, мен мүлдем спортпен қызықпайтын адаммын, және де ол ойындар туралы мүлдем хабарым жоқ болатын. Бірақ та жалпы эсседе де бір қулық бар, өзіңіздің жалпы біліміңізді былайша айтқан кезде сөздікпен, грамматикамен қолдана отырып жақсы бір эссе жазып шықсаңыз болады. Сол структураға басып бір жақсы эссе жаздым. Менің ойымша сол эссе мені құтқарды, себебі мен writing-тен өзім негізі 6,5 жинаған болатынмын. 6,5 өте жақсы көрсеткіш, себебі носительдердің өзі 7,5-ді әрең жинайды. Және де менің сол құтқарған нәрсем сол екінші эссем болды деп ойлаймын, себебі менің көңілімнен 100% шыққан эссе болды. Және де бұл writing-те ескере кететін бір жайт, өте қиыншылығы, яғни сізге екі эссен жазуға бөлек уақыт берілмейді. Мысалы 60 минуттың ішінде сіз екеуін де жазуыңыз қажет, және де екеуін сіз кездерде айыра алмай қаласыз.
дейсіз. Сол үшін менің ойымша writing өте қиын болды. Жалпы speaking ол бізде басқа күні тапсырылады. Speaking ол бізде эссе, яғни сол басты эссеге дейін бір күн қалған кезде, немесе эсседен кейінгі эссе деп қой, яғни басты тесттен кейінгі күндерде тапсыруға мүмкіндік беріледі. Speaking бізде 11 минут пен 15 минуттың аралығында жүреді. Speaking өте оңай, ол бізде 3 бөлімнен тұрады. Бірақ та мен бір тамаша бір оңай деп те айта алмаймын, себебі speakingті тапсырған кезде көп адамдар қобалжиды. Тіптен ол жерде бір экзаменатор қазақ адам болса, мен өзім тапсырған кезде қазақ адам болған болатын. Әрине, біреудің түрін көргеннен кейін, оның алдында отырғаннан кейін мүлдем қобалжисың. Не айтамын қазір, бір жерім қате болып қалса қайтемін, тез сөйлеуім керек па, ақырын сөйлеуім қажет па деген сияқты сұрақтар адамдарды өте көп мазалайды. Және де бұл әрине үлкен бір сынақ секілді көрінеді, бірақ егер де сіздің IELTS тапсыруға деген үлкен бір ниетіңіз болса, және де бір желаниеңіз болса, мүмкін емес нәрсе жоқ. Тәуекелге бел буып, дәл қазір IELTS Bridge Council'дың сайтына кіріп, Booking'тен өзіңіздің IELTS тапсыру датаңызды бронировать етсеңіз болады. Өзіңізге сенсеңіз, барлығы оңай, яғни көп адамның сөзіне сене бермеңіз, қиын деп көбісі айтады. Бірақ бір рет тапсырып көрсеңіз, жақсы, жоғары балл жинамасаңыз да, екінші рет тапсырған кезде сіз өзіңіз үшін тамаша бір тәжірибе жинайтын боласыз. Сонымен біздің видеомыз соңына жетті. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта мен сіздермен жалпы IELTS жайлы лайфхактармен бөлісетін боламын. Okay, see you the next time. Goodbye.